11 bölüm. Сырқыншалы. Сен маған Темучинге тізеуіктеп насихат айтасың. Мен оны атып жараладым. Мұнымды кешіре ме? Мен сенің екі қолыңды садағыңа байлап апарайын. Ол сонда кешіруі мүмкін. Сонда ғана кешіруі мүмкін. Қажет жоқ. Оу, Ханеке, жанымызды қия көр. Кешіріңіз, Ханеке. Кешіре көріңіз. Кешіре көріңіз. Рақым көрсетіңіз, Ханеке. Шыбындай жанымызды қиыңызшы, Ханеке. Бізден бір қателік кетті, Ханеке. Жанымызды қия көріңізші, Ханеке. Рахым етіңіз. Мен Темучин, айтқанда тұрамын. Бүгіннен бастап сіздер, басқа моңғолдар сияқты менің бұқарама айналдыңыздар. Рахмет, Ханеке, рахмет. Рахмет. Дайшығы тұруының бір мергені, менің сардарым борышын атып, мерт қыла жаздапты. Бірнеше күн бұрын мені де атып жаралаған. Сол сұмырай қайда? Мұндамын. Малғын. Ханға неге жүгінбейсің? Жүгін. Ханеке, сіздің сардарыңыз борышын атып жаралаған менмін. Сіздер атқан менмін. Егер өлтірем десеңіз, небәрі ат тұяғындай жер ғана қанға боялады. Титтей де наразылығым жоқ. Егер өлтірмесеңіз, мен құрметті ханымыз үшін дәрия кешіп, тасты жарып, жанымды пида қылуға разымын. Шындықты жасырмай айтып күнәңді мойның алдың. Жігіт екенсің. Ханеке, жырын қадай құралайды көзге атады. Оның осы жолғы екі жебесі қатетейді. Сен бұдан бұлай менің мергенім боласың. Қасымнан екі елі айырылмайтын серігім болып жауымды қырасың. Ханның әміріне құлдық. Садақтың оғын жебе дейді. Бұдан бұлай сенің атың жебе болсын. Ат қойғаныңызға рахмет. Жа, тұр орнынан. Сырқыншалы ақсақал, сіздің ұлыңыз. Қызыңыз және күйеу балаңыз қайда? Алдыңызда. Мені өлімнен құтқарған шапағатшыларымды бір көрейінші. Ұрыңдар. Шолуын, әкең екеуіңді алдам шекенсіңдер. Темучинге қарсыласпай, өз еркімізбе бағынсақ қатын баламызға мал мүлкімізге тиіспейді деп едіңдер. Қой енді болды. Темучин біздің мал мүлкімізбен қатындарымызды неге тартып алады? Болды енді. Қоя бер мені. Тыңда, біз Темучин ханға қарсы шықпасақ, қарамағын өтсек, ешкімнің де қатын баламызды мал мүлкімізді талауға салуына жол бермейді. Мұны кешетінде ол өз аузымен айтқан. Темучин ханның әміріне ешкімнің де қарсы келуге хақы жоқ. Соғыста жеңілгендердің мал мүлкін жеңгендердің ол жалауы, Сахараның ежелгі салты, қарсылық көрсеткендер өлтіріледі. Өлтір оны, өлтіріңдер, бол тез. Әй, мұны алыңдар. Түбіме сен жеттің. Тімін түйе. Нағат не демекен? Алып жүріңдер. Кеттік. Қоя беріңдер деймін. Қоя беріңдер. Қоя беріңдер. Атқан? Қоя беріңдер мені. Қатқан ба? Қоя бер, босат оны.
Қанеке, түмін түйені біреу өлтіріп тастады. Ағамды да біреу өлтіргелі жатыр. Не дейді? Зелме, Оқылай, екеуің сырқыншайлы ақсақалмен бірге барып көріңдер. Нендей жағдай болса да шолыңды маған әкеп көрсетіңдер. Қатқын. Қатқын, шынында да сенбісің? Темучин. Қатқын. Қанеке, Жоқ, сен менің шапағатшымсың. Сенің тізең ардақты тізе. Маған бұдан бұлай жүгінуші болма. Бол, түрегел, тұр. Қатқын. Әлгінде түмін түйені біреу өлтіріп кеттір едің. Ол кім? Кім еді? менің күйеуім. Қан майданда өлген жоқ. Қайта сен сөзіңде тұрмағандықтан өлді. Жүріңдер. Қанеке! Қанеке! Қанеке, менің күйеу баламды да өлтіріпті олар. Біз сәл кешіксек шолуында өледі екен. Неге? Сендер неге өлтірмек болады олар? Кеше әкем айтқан еді. Елге айтыңдар. Хан, егер қарсылық көрсетпей бағынсаңдар, қатын қыздарыңа, мал мүліктеріңе тиіспейміз деп айтты деген. Бірақ мұнылар тізе бүккен дәйшұғыт елін талан-таражға салды. Тимін түйе екеуміз олармен дауласып едік, олар сендер Тарғұтайдың сенімді адамысыңдар. Дәйшұғыттарды желіктіріп, ханға тағы да сатқындық істемексіңдер деп көмбет. Мұндай бейбастақтық істеп жүрген кім? Оқылай, сол бас алынуға тиісті адамды маған неге ұстап әкелмедің? Қанеке, олар сіздің кіші әкеңіз Дәритайдың адамдары. Темучин, сендер қайтпексіңдер. Не қарап тұрсыңдар? Ей, мынау қайтеді? Ей, Қозғалма. ей, Темучин, мен сенің кіші әкеңмін. Біліп қой, мен сенің кіші әкеңмін. Біліп қой. Мен сенің есіңе салып қояйын. Мен сенің ханыңмын. Айтқанымды орындайтын ханмын. Сенің бойсынуға тиісті ханыңмын. Қоя бер мені. Қоя бер деймін. Темучин, мен сенің кіші әкеңмін. Қоя бер деймін мені, Темучин. Кір, Қатқын. 23 жыл бұрын Тарғұтай мені Дәйшұғыт руына ұстап апарып басымды кесіп аруақтарға тасаттық бермек болғанда, әкелі балалы үшеуің бастарыңа қатер төніп тұрғанына қарамай мені құтқардыңдар. Сол шапағаттарыңның арқасында мен бүгінгідей күнге жеттім. Сол борышымды өтемей жатып, менің қол астымдағылар күйеуіңді өлтірді. Қатқын, мен сенің алдында өте ұяттымын. Темучин. Қатқын, көз жасыңмен менің өкінішімді ұлғайта берме. Қатқын, мен сенің бұл қайғы қасіретіңді ұмыттырғым келеді. Мен сені шексіз бақытқа кенелтем. Мен де ондай үлкен бақыттан дәм етпеймін. Олай деме, мен сені бақытты етем. Қанеке, бүйтуіңізге болмайды. Бүйтуге болмайды. Қатқын, сен әлде осыдан 23 жыл бұрынғы үйлі жынның арасында өткізген күндерімізді ұмытып қалдың ба? Ол кезде мен қалай ғана ұмытам? Ол кезде мен сабағынан үзілген жапырақтай панасыз едім. Ажал деген қиып түскелі тұрған қылыш сияқты кез келген уақытта басыма төніп тұрған. Сонда өз өмірімде маған тұңғыш рет қол ұшын берген қыз өзіңсің. Менің мұздай жүрегімді ыстық төсіңмен және құшағыңмен жылытып ең. Мен сені ешқашан ұмыта алмаймын. Сенің пәктігің мен сүйіспеншілігіңді ұмыта алмаймын. Рас па? Рас айтамысың? Айтқаныма көн. Бүгінгі қайық қасіретіңді ұмыт. Менің қасымда қал. Бір кездегі сенің істеген жақсылығыңды жақсылықпен қайтарам.
Темучин. Болмайды. Не болды қатқын? Ханекем. Қатқын сізге осыдан 20 жыл бұрында әйеліңіз болам деп дәмеленбейтінін айтып еді ғой. Ол не дегенің қатқын? Мен сені қазір алам. Дәл қазір. Болмайды. Мен ханмын. Айтқаным айтқан. Мен сені жақсы көреді екенмін. Сөз жоқ алам. Жоқ, Қанеке. Менің бір ғана тілегім бар. Сіздің күңіңіз болып, өмір бойы сізді күту. Жоқ, сен менің кіші әйелім боласың. Болмайды. Күңіңіздің бұлай істеуге дәті бармайды. Мен кетейін. Қатқын. Кетпе жанымнан. Мен саған зәрумін. Мен ордаңыздың жанында күрке тігіп қойғам. Егер Қанекемнің мені іздейтін шаруасы бола қалса, күн қызды шақырсаңыз болады. Күн қыздың енді бір өтініші бар. Айт. Қанеке, Дәритай ақсақалды босатып жіберіңіз. Мен өзіме бола екеулеріңіздің араңызға іріткі салғым келмейді. Болмайды. Себебі ол менің хандық беделімді көзгілмеді. Бірақ сол қателікке мен себеп болдым. Ханның оны жазалауы дұрыс болған күнде де, Қатқын бұрын ханды өлімнен құтқарғандығы себепті әдейі осылай істеттеушілер табылады. Сондықтан, Қанеке оны босатқайсыз. Жарайды. Оны босатайын. Рахмет. Қанеке, мен кетейін. Сібетей, Иә, бармын. Дәретайды қоя бере сал. Құп. Қанеке, екі дайшығыт сізге жолығуды талап етеді. Біреуі кешетінде келген. Енді біреуі бүгін таңертең келді. Екеуі де Тарғұтай жайлы маңызды хабар әкеліпті. Жарайды. Алдыма кел оларды. Құп. Сендердің маған жолыққанда айтатын не сөздерің бар? Мен сізден кешірім сұрап келдім. Қанеке, мен сізден сыйлық алайын деп келдім. О, алдымен кешірім сұраушы сөйле. Не қылмысың бар еді? Тарғұтайдың руындағы бұқара топ-тобымен оны тастап кеткен кезде, оны моңғол қолының қоршауынан қашып шығуына көмектестім. Оған сонша адал болсаң, маған неге тізе бүктің? Тарғұтаймен адал болуға татымайтын оңбаған екен. Оны құтқарғанмен өз қожамды тастап кеткім келмеді. Ал, Қанеке, сіз болсаңыз елдің бәрі құрметтейтін Сахара ноянысыз. Сондықтан өлімге бел байлап алдыңызға келдім. Атың кім? Наяха. Менің Тарғұтаймен бітіспес жау екенімді білеуші ме едің? Білем. Білсең болды. Ал, сыйлық алушы сөйле. Қанеке, мынау Тарғұтайдың басы. Міне, көріңіз. Дұрыс, соның басы екен. Сенің атың кім? Менің атым Тоды. Я, Тодымын. Сен әлі өлмегенсің бе? Жоқ, Қанеке, айтатын сөзім бар. Мен осыдан 30 жыл бұрын Тарғұтайдың қысымымен, оның ұлын ханыммен ханнан ірге бөлдім. Тарғұтай қылмыс атаудың ясы. Сондықтан мына оңбаған аяғы Тарғұтайды құтқарып жіберген соң, мен Тарғұтайды ұстап алып өлтіріп, хан үшін, ұлын ханым үшін, әрі Есугей Сардар үшін кек алдым. Қанеке, бүгінгі сіңірген еңбегім үшін жанымды қиыңыз. Қия көріңіз жанымды. Қанеке,
Бұл менің атам Сарқын өлтірген. Кегімді алып беріңіз. Өлтіру керек. Тода, мен сені өлтірем. Бірақ Тарғұтайға көмектескенің, мені өлтіре жаздағаның үшін емес. Бұрынғы сардарың менің әкем Есугейге опасыздық жасағаның үшін. Бүгінгі сардарың Тарғұтайға опасыздық жасағаның үшін. Ал кетіңдер. Қанеке, бұл сұмырайды мен өлтірейін. Қанеке, апарып басын ал. Қанеке, Қанеке, жанымды қия көріңіз. Қанеке, Қанеке, Қанеке. Даяха. Даяха. Қанеке, Сен менің қасымда қалып нөкерім бол. Қанеке, ол сенің бітіспес жауыңа көмектескен. Мұндай адамға сенуге болмайды. Ол тіпті Тарғұтайды да тастап кетпепті. Маған адал болмауы мүмкін бе? Қанеке. Қашамыз. Жамұқан, сен ешқайда қаша алмайсың. Бер. Көк тәңірісі табыс сары далада тұз дәмімді тауысуға бұйырса, қайтпекпін. Мен сендерге берілем. Бірақ бір ғана шартым бар. Мені Темучиннің өз қолына апарып тапсырыңдар. Қандай өлімге кетсе де, оның өзі шешсін. Жарайды. Сен де Сахараның батырысың. Сондықтан сенің соңғы тілегіңді орындайық. Темучин. Қазір Қоңырат тайпасының сардары Моңғол тайпасына бағынды. Кеудемде жаным болса, қолдан келер көмегімді өзіңнен аянбаймын. Рахмет. Бөрте сізді қатты сағынып жүр. Бөртенің мына сендей қамқоршысы және мынандай 4 бірдей баласы бар екен. Бұлар тұрғанда мен неден алаңдаймын? Ата, аман болыңыз. Шағатай, Төле, сендер ұрын жаққа қайтпайтын бедіңдер? Я, Қанекем, Төле екеумізге ұрынға қайтып барып, шешеміз бен әжемізді күтуді тапсырған. Бөртек айта барыңдар. Мен оны қатты сағындым. Нағашы әжелерің екеуміз Құдайдан күн сайын оның амандығын тілейміз. Рахмет, нағашы ата. Мен шешеме сөз жоқ, сағынышты сәлеміңізді жеткізем. Жарайды. Онда мен аттанайын. Темучин хан! Біз Жажырат тайпасын бір жолата жойдық. Жамұқа қайда? Ол арт жақта айдауда келеді. Ол өзін сіздің қолыңызға апарып тапсыруымызды талап етті. Атта келіңдер.
Есіңде ме? 13 ру бірлескен соғыста менің қаншама адамдарымды қырдың. Темучин, меркіттерге қарсы мен қолбасшылық еткен соғыста шілгір тартып әкеткен қатыныңды қайтып әкелген есіңде ме? Ош жолы. Моңғолдардың қас жауы болған меркіттермен, татарлармен бірлесіп досыңа опасыздық жасадың. 3 рет серт берген досыңа опасыздық жасадың. Өткен жолы арадағы достықты ұмытып, бірнеше жылқы және оқыса жараланған бірнеше құл үшін менің бірге туған інімді өлтірдің. Сол кезде біздің 3 рет серттескен дос екендігіміз неге ойламадың? Жетті. Енді сенімен ерегеспей ақ қояйын. Міне, қолыңа түстім. Енді өлтіре беруіңе болады. Темучин, қараш. Менің жанымда сен достасқан кезімізде берген сақа әлі жүр. Енді мен сол достықтың белгісі саналатын осы бұйымды өз қаныммен қызылға бояйын. Жарайды. Достығымыз бен өшпенділігіміздің, жақсылығымыз бен жамандығымыздың есебі осымен бітсін. Екеуміз бұдан бұлай жауласпайтын болайық. Жаға Қамбу аға, сіз оны алып барып, хан көкеме тапсырыңыз. Хан көкемнің оны жылы қабақпен қарсы алуын өтінем. Құп, Ханеке. Аттаныңдар. Ханеке, Жамұқаны тірі қалдыруға болмайды. Ханеке, оны өлтірейік. Ханеке, дәл осы Жамұқа сіздің жауларыңызбен 2 рет бірлесіп, өзіңізді жер жастандырмақ болды ғой. Солай, Ханеке. Жамұқа пейілі тарқаны пезер сұмырай. Ол сіздің жақсылығыңызды біле қоймайды. Алда орайлы сәт кезіксе, сізге тағы да қарсы шығуы мүмкін. Болды. Сөзді қойыңдар. Жамұқа кезінде маған талай рет жақсылық істеген. Сол үшін де оны өлтіруме болмайды. Ханеке, Жаға Қамбу ағай қайтып келді. Хан аға. Ұлым Темучин Жамұқаны өлтірді ме? Жоқ. Әңгірім Иисус оған аяушылық танытқан екен. Ол өзі қол жұмсағысты келмеген ғой. Оның орнына мен қимылдайын. Темучин сізге Жамұқа кезінде досым болған, істеген жақсылығы да бар. Хан көкем оны қабылдап, жылы қабақпен қарсы алады деп үміт етемін деді. О, мен мұны ойламаппын. Хан әке, Темучин жақсы аттануды әбден біледі екен. Онда біз жаманатты болып қайтеміз. Оны былай қойғанда Жамұқа Сахара батырларының бірі. Біздің Керей тайпасының Сахараға қожа болуына үлкен пайдасын тигізетін адам. Оны ордаға алып қалып пайдаланғаныңыз жөн. Дегенмен Жамұқа біреудің қоласында ұзақ тұратын адам емес. Оны маңызды жұмысқа қоя көрмеңіз. Ей, ол самсаған сары қолдың сардары болып тұрған кезінде менен жеңіліп қалған. Енді оның тілі мен жағынан басқа несі қалды? Аға, оған алаң болмаңыз. Темучин бізге жақсы қараңдар депті ғой. Біз оны күн сайын жақсылап күтеміз. Тек сардар қоймасақ болды. Ол енді қанша тырысса да қоралы қойған. Гөр хан болғаннан басқа оған не қалды? Ханеке, сіз бірнеше күннен соң татарларға жорыққа аттанады екенсіз. Мен әкеммен бірге Урун өзен жаққа барып Бөрте ханы мен Улың ханымға амандаспақпын. Неге? Өйткені әкем қартайды. Сізге ілесіп соғысқа баруға жарамайды. Мен саған неге кетесің деп тұрмын? Мен Менімен бірге болу соншама қиын ба? Қатқын, маған тұрмысқа шық. болмайды. Мен сіздің күңіңізбін. Мен сіздің қызметкеріңізбін. Тағы сол сөзді қайталадың. 23 жыл бұрын-ақ мен сен алам деп уәде бермеп пе едім? 23 жыл бұрынғы кез болса көнер едім, бірақ енді болмайды. Неге? Себебі мен қартайдым. Кербез келіншек сияқты сізді күте алмайым. Сенің мұның құр сылтау. Ханеке, айтқандарымның бәрі шын. Болды, айтпай-ақ қоймаған.
Ханеке, сіз тағы бірнеше тоқал алыңыз. Мен сізді түсінем. Бөрте ханымды меркіттер жағы тартып әкеткеннен кейін жошы дүниеге келді. Мүмкін сіз сол үшін іштей азап шегіп жүрген боларсыз, солай ма? Не десем екен? Жошы менің балам. Оны да бөртен де аялауым керек дегенді мен өз-өзіме үздіксіз ескерумен келемін. Сондықтан бөртеге де ерекше мейір көрсетіп абайлап мәміле жасаймын. Әкемнің тек ру сардар ғана болғанына қарамастан кіші әйел алғанын білем. Ал мен ханмын. Онан да көп әйел алуыма болады. Бірақ мен өзім тежеймін. Бөртеге күйеуім маған суық тартып кетті дегізім келмейді. Ханеке, мен әйел адаммын. Көңіл күйіңізді білем. Егер Бөрте ханым сіздің мынандай көңіл күйде екеніңізді сезсе, қатты азаптанады. Бірақ басқа мал жоқ. Сіз Бөртенің көңіл күйін серпілтуге шарасыз болсаңыз, онда ең жоғарғы атақ даңқты соған беріңіз. Ол атақ даңққа бөленсін. Ал сіз бірнеше тоқал алыңыз. Сіз қазір әйелдің ыстық ықыласына бөленіп, мұздай жүрегіңізді жылтуға мұқтажсыз. Мұны Бөрте ханым түсінеді. Иә. Оның өзен жағалауындағы бір жүгендердің ежелі қонысы. Екеуің күшті тең жұмсаңдар, әйтпесе киіздің бір жағы ұшқа, бір жағы қалың боп қалады. Бұдан төлеге кебенек жасап берем. Әлде қарпи түсіңдер. Сарымай таусылып қалды ма? Айтыңдаршы. Иә, Тағы бір шелек әкеліңдер. болады. Жошыға тігілетін киімді өзің көріп жасатасың ба? Сен шілгірмісің? Иә, Мұнда нағып жүрсің? баламды көргелі келдім. Немене деп тұрсың? Не деп тұрсың сен? Жошыны көргелі келдім деймін. Жош, ол сенің балаң емес. Темучиннің баласы. Бұлжырап тұрсың, ол менің балам. Жоғалт көзіңді. Бөрте, Батыр қараңды. Бөрте. Ханым, не болды? Мынаны қуып жіберіңдер. Жүре, жүре. Бөрте, Бөрте, мен тағы келемін. Келіп ұлымды көремін. Бөрте, Бөрте. Апа, Біз қайтып келдік. Шағатай, Төле, апа. Апа, Шағатай, Төле. Апа, Нағып қайтып келдіңдер. хан әкем алаңдап, Төле екеумізді сіздің жаныңызда бол деп жібер. Хан әкелерінің қалжайы қалай? хан әкем өте жақсы. Апа, әлгіндегі адам кім? Ол менің алтын ер тоқымды ұрлағалы келіпті. Немене? Мен барып басын кесіп алайын. Шағатай, болды қой. Өз жөніне кете берсін. Бір 1202 жыл Темучин 40 жасқа толды. Ханеке, біз 4 аталы татарлар түгелдей қоршап алдық. Жалмұқа енді құрық түскен құланға айналды. Жарайды. Менің 4 інім мен шешем бауырына салып алған 4 ұл төтенше зор еңбек көрсетті. Енді кезек біздікі. Жаралы болған жолбарыс қайта тап бергелі тұр. Бұл шайқаста жауға жеңіл желпі қарауға әсте болмайды. Қалың қолымыз сөз жоқ, бір тұтас қимыл жасау керек. Шабуыл кезінде адамдар дүние қорлық жасамасын. Олжа соғыс аяқталған соң тең бөлінеді. Егер жау жағы басым келсе, әуелгі шепке дейін шегініп, одан соң қайта тіресіңдер. Одан әрі шегінуге болмайды. Естерінде болсын, әуелгі шептен ары шегінгендердің басы алынады. Ұқтыңдар ма? Хан әмірін екетпей орындаймыз. Жарайды. Барлықтарың тоя тамақтанып, ұйқыларыңды қандырыңдар. Ертең ерте аттанамыз. Аға, күзетте тұрсың ба? Атқан, Аға, саған бір жұмыс тапсырмақпын. не жұмыс? Бергелші.
бер келші. Не болды? Ертең хан татарларға шабуыл жасайды. Ол жерде жас әрі сұлу әйел болса, ханға әкеліп беріңіз. Бұл ханның тапсыруы ма? Менің көңілім. Бұлай істесек бола ма? Аға, осылай істеңіз, жарай ма? Жарайды. Қасиетті моңғолдың сардарлары. Күрелкідегі шешуші шайқаста Жажырат тайпасы, Дайшығы тұруы тып-типыл жойылды. Меркіт тайпасынан Тоқтабек аз ғана адаммен Байқал көлінің шығыс жағына қашып барып, өлместің күнін көруде. Қоңырат тайпасы тізе бүкті. Бізге енді қатер төндіретін тек осы татар тайпасы ғана. Біздің моңғол тайпасының екі бірдей атасы татарлардың қолынан өлген. Осы жолы қас жауымызда сөз жоқ. Түгелдей жоюымыз керек. Атқа қоныңдар. Алмас қылышты қолға алайық. Алмас қылышты қолға алайық. Тоғыз шашақты ақ тудың астында шайқасайық. Тоғыз шашақты ақ тудың астында шайқасайық. Ата бабамыздың кегін алып Сахараны бағындырайық. Ата бабамыздың кегін алып Сахараны бағындырайық. Татарлармен болған шешуші шайқас тұп-тура 3 күнге жалғасты. Татарлар ауыр шығынға ұшырап Темучин толық жеңіске жетті. Жалмұқа 100 қаралы жасағымен ғана қоршаудан қашып шықты. Әке, ұлың Темучин атты адамның қысымынан ақыр алдыңызға келіп тізе бүкті. Бәлкім бұл оның сізбен аттас болғандығынан болар. Қара түсті тудың астында ол барған жердегі татарлар жапырыла қашып жатыр. Ол қай жерге барса, сол жерде татарлардың үйілі өлігі қалыпты. Әке, енді мені жазғыра көрмеңіз. Мен татарлардың құрып жоғалғанын көріп тұруға төзе алмадым. Енді менің көмескі тартқан панасыз рухымды қабылдағайсыз. Осының бәрі де бір кесе у салғанғымыздан басталып еді. Ал бүгін сол бір кесе у салғанғымызбен аяқталсын. Амта сайхын сарғат юған алтын қондығын
durgıcu Ahmet Hundut tanardan algan derem bariya on şimte sargadın unçin hugin nalmoste uşa durun harsalın urçi jurhın hilinte Ол өлді. Біздің қаһарман сардарымыз Жалмұқа бізді тастады да өзі тыныштық іздеп кетіп қалды. Моңғолдар келді. Аптықпаңдар. Тізе бүгейік. Қоршаңдар! Тез, баңдар, жүріңдер. Бас аяқтарында. Болыңдар тез. Тез, болыңдар. Жүріңдер. Аяқтарыңды басыңдар, тездеңдер. Баңдар, тез. Қанеке? Құсар алтын даритайлар қайда? Даритай жараланды. Алтын мен Даритай тізе бүккен елді талауға салып жатыр. Барып көрейік. Шу. Қосынды бастап бізде барайық. Тоқта! Қан келді. Сарыға алтын көкі. Мен соғыс басталмастан бұрын сендерге ешбір адамның дүние қорлыққа салынуына болмайды. Барлық олжа соғыстан соң тең бөлінеді деп едім ғой. Мұны естімеп пе едіңдер? Естігем. Онда неге сол айтқанды орындамайсыңдар? Өйткені ол дұрыс емес. Соғыста жеңіп әйелге, мал-мүлікке ие бола алмаса, соғысқа кім барады? Сол кезде мен барлық олжа соғыстан соң тең бөліп беріледі демеп пе едім? Соғыста қан біркелкі төгілмейді. Олжа неге тепе-тең бөлінеді екен? Бұл сөзіңді соғыстан бұрын неге айтпағансың маған? Ол кезде сен де бізден сұраған жоқсың. Сар алтын. Соғыс кезінде сендердің барымталарың мал-мүлікке ауып кетіп, Жалмұқадан айырылып қалдыңдар. Сендер жазаға тартылуға тиіссіңдер. Сонда қайтпексің? Мен хан болған кезде сендер де ант ішпеп пе едіңдер? Қанеке? Жалмұқадан айырылып қалғаным менің ағаттығым. Қылмыстымын. Аталастығымды ескеріңіз. Шешебекейді өлтірген сияқты мені өлтіре көрмеңіз. Өтінемін. Темучин хан, мен сіздің ең бір қиналған кезіңізде Жамұқадан бөлініп қарауыңызға келгем. Сіз сол жамақанды қоя бергенде мені аямайсыз ба? Кетіңдер. Екеуіңді кетіңдер. Ендігәрі көргім келмейді сендер.
чейін. Сен бүгінгі ісіңнің сазайын тартатын боласың әлі ақ. 11 бөлімнің соңы.